Бүгінгі шығарылымда саясатта көп айтыла бермейтін, бірақ мемлекет үшін ең өзекті сауалдан бастайық. Сөздің адамы болу дегеннің шын мәні қандай? Уәде беру бір бөлек, ал сол уәденің салмағын көтеріп, қиын сәтте тайсалмай шешім қабылдау кейде көпшілікке ұнай қоймайтын. Бірақ ел мүддесі үшін қажет қадамға бару бұл нағыз жауапкершілік пен ерлік. Қазақстан үшін бұл мәселенің маңызы ерекше. Өйткені 2025 жыл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтқан сөзін жерге қалдырмайтын басшы екенін көрсеткен нақты оқиғалармен есте қалды. Бүгін мен қараша айында берілген ең резонансты тапсырмалардың бірін талдап, соңғы жылдары орындалған президенттік уәделерге тоқталам. Бұған қоса сарапшылардың неге Тоқаевты популизмнен аулақ, нәтижені сөзбен емес, іспен дәлелдейтін саясаткер деп айтатынын түсіндірем. Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб арнасын көріп отырсыздар. Егер арнаға әлі жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір жазылып алыңыз. Мұнда мен ел тағдырына әсер ететін маңызды мәселелерді ашық айтып, күрделі саясат пен экономиканы қарапайым тілмен түсіндірем. Олай болса, кеттік. 2025 жылы Қазақстан үлкен бетбұрыс кезеңін бастан өткеріп жатыр. Осындай жауапты шақта ел тізгінін ұстап отырған президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әр сөзі құрғақ мәлімдеме ме, әлде нақты іске айналып жатқан пәрмен бе? Мұны халық үшін айқындап алған аса маңызды. Әңгімемізді бүкіл мемлекеттік аппаратқа шын мәнінде үлкен сынақ болған оқиғадан бастайық. 10 қараша күні Астанада әскерде қаза тапқан сарбаздардың аналары бейбіт митингке шықты. Олар ашық тергеу, әділеттілік пен нақты жауапкершілікті талап етті. Қоғам бұл үнді дереу қолдап, мәселе ел назарында тұрды. Ертесіне 11 қарашада президент бас прокурорға нақты уақытпен шектелген тапсырма жүктеді. Аналардың барлық өтінішін 12 күн ішінде толық қарап, әрбір деректің ақ-қарасын анықтауды міндеттеді. Сол күні-ақ бас прокурор Берік Асылов ешбір уәж назардан тыс қалмайды деп мәлімдеді. Ата-аналардың барлығымен жеке жүздесті, белгіленген мерзімі аяқталған соң бас прокуратура мен әскери прокуратураның ресми мәлімдемесі жарияланды. Онда барлық отбасылар жеке қабылданды. Айтылған дерек бойынша тексеріс жүргізілді, тергеу тобына қосымша тапсырмалар берілді. Кешенді жедел іс-шаралар басталды. Істің жалпы барысы бас прокурордың тікелей бақылауында екендігі хабарланды. Басқа салаларда да дәл осындай нәтиже бар ма? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде тұрған басшы екенін көрсете алды ма? Мұны анықтау үшін 2025 жылы жарияланған бастамалар мен олардың орындалуын бір саралап көрейік. 2025 жылдың қаңтарында өткен экономикалық кеңесте Тоқаев азаматтардың табысы инфляция қарқынынан жоғары өсуге тиіс екенін ашық айтты. Әлеуметтік әлсіз топтарды қорғауды мемлекеттік саясаттағы ең бірінші міндет деп атап өтті. Жыл соңында зейнетақы мен әртүрлі жәрдемақылар орта есеппен 10-14%-ға индекстелді. Бала тууға берілетін бір жолғы төлем мен бір жасқа дейінгі күтімге арналған ай сайынғы жәрдемақы да көбейді. 2025 жылғы бюджетте әлеуметтік салаға бөлінген шығын айтарлықтай артты. Яғни бұл бағытта президенттің сөзі қағазда қалмай, нақты цифрмен өлшенетін нәтижеге айналды. Тоқаев жыл сайынғы жолдауында ұлттық қор балаларға бағдарламасы болашақ ұрпақтың берік іргетасы болуы тиіс деген болатын. Бұл бастамада нақты жүзеге асты. Төлемдер автомат түрде жүргізіліп, осы жылдың желтоқсанына қарай елдегі шамамен 7 миллион бала өз шотына қаражат алды. Қаржы министрлігі цифрлық бақылау және ашықтық жүйесін енгізді. Соның арқасында бағдарламаға деген сенім күшейіп, ол соңғы жылдардағы ең тұрақты әрі нәтижелі реформалардың біріне айналды. Құқықтық саясат жөніндегі кеңесте президент конституциялық сот азамат құқығының шынайы қорғаны болуы керек деп атап өткені белгілі. Бұл бағытта да жұмыс тоқтап қалған жоқ. 2025 жылы конституциялық сот бірнеше маңызды, тіпті құқықтық практикаға үлгі болатын шешімдер шығарды. Онлайн өтініш беру платформасы іске қосылып, осы жылдың ішінде 11 мыңнан астам арыз қаралды. Бұл жаңа институттың елге расымен қажет екенін дәлелдейтін айқын көрсеткіші. Қауіпсіздік кеңесінде Тоқаев заңсыз шығарылған активтерді қайтару, уақытша науқан емес, жүйелі саясат. Ешкім жауапкершіліктен қашып құтылмайды деп
кесіп айтқан еді. Осы жылда бұл бағыттағы нәтижелер айқын көрінді. Соңғы жылдары қайтарылған 1,5 триллион теңгеге қосымша тағы 234 миллиард теңге ел қазынасына түсті. Бірқатар ірі фигуранттар бойынша тергеулер аяқталды. Қаржы министрлігі жанынан арнайы талдау орталығы құрылды. Ең маңыздысы, бұл қаражатқа шынымен де мектептер, ауруханалар және әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Яғни уәде орындалып қана қоймай, елге нақты пайда әкеліп отыр. 2025 жылға жолдауында мемлекет басшысы ел экономикасын шикізатқа шектен тыс тәуелділіктен арылтып, өңдеу өнеркәсібінің үлесін өсіруді стратегиялық міндет ретінде қойды. Араға бір жыл салып, бұл сөздің нақты іске айналғанын көрдік. Өңдеу секторына 47 жаңа өндіріс іске қосылды. Өнеркәсіпте тартылған шетелдік инвестициялар 16%-ға артып, металлургия, химия және машина жасау бағыттарында мүлде жаңа кәсіпорындар пайда болды. Бұл ел экономикасының құрылымдық жаңғыруы басталғанын дәлелдейді. Мамырдағы экономикалық кеңесте президент 2029 жылға қарай ұлттық экономиканы 2 еселеу үшін берік іргетас қалануы тиіс екенін атап өтті. Алғашқы нәтижелер ұзақ күттірген жоқ. Жылдың 10 айында орысша айтқанда ВВП өсімі 6,4%-ға жетті. Инвестициялық белестілік айтарлықтай жанданды. Мемлекеттік басқаруды жаңғырту жөніндегі реформа қабылданып, аппарат жұмысының тиімділігіне ерекше көңіл бөлінді. Ұлттық құрылтай отырысында Тоқаев мемлекет пен азамат арасындағы ашық әрі тікелей диалог басты қағидатқа айналуы қажет екенін айтты. Осы ұсыныстардың негізінде бірнеше маңызды заң қабылданып, қоғамдық кеңестердің өкілеті кеңейді. Халықтың мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылауға қатысты тетігі күшейді. Бұл саяси реформалардың тек қағазда емес, өмірде жүзеге асып келе жатқанын көрсететін маңызды мысал. Президент өз жолдауында келешек мектептері жобасы тоқтаусыз жалғасатынын мәлімдеді. 2025 жылға қарай 218 жаңа мектеп салынып, оқушыларға есігін ашты. Кейбір аймақтар құрылыс жұмыстарын жоспарланған мерзімнен ерте орындап шықты. Ескі ғимараттарды жаңарту жұмысы да қатар жүріп жатыр. Бұл соңғы 10 жылдағы ең ауқымды білім беру құрылысы. 3 ауысымды оқу мәселесін шешуге және оқушы орындарының тапшылығын жоюға бағытталған нақты қадам. Қыркүйектегі жолдауында Тоқаев еліміздегі AI дәуіріне бейімделуін стратегиялық міндет ретінде айқындады. Бар болғаны бір жыл ішінде жаңа цифрлық инфрақұрылым қалыптасты. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құрылды. Әлем AI орталығы ашылып, онда Telegram зертханасы іске қосылды. Цифрлық кодекс жобасы әзірленді. Денсаулық сақтау мен білім беру салаларына жасанды интеллект негізіндегі платформалар енгізілді. Осының нәтижесінде Қазақстан орталық Азиядағы жасанды интеллект бойынша толыққанды ұлттық саясат қалыптастырған санаулы елдің біріне айналды. Осы жылдың жазында президент монополиялардың экономикалық өсуді тежейтінін айтып, нақты тапсырмалар жүктеді. Нәтижесінде бір жылдың ішінде ондаған мемлекеттік актив жекешелендірілді. Квази-мемлекеттік секторға бақылау күшейтілді. Шағын және орта бизнес үшін жеңілдетілген несие бағдарламалары мен жаңа қолдау тетіктері іске қосылды. Бұл жыл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ең ірі уәделері не жүзеге аса бастаған, не ілгерілеген кезең ретінде тарихқа жазылды. Сарапшылардың пайымдауынша, Тоқаевтың саясаттағы басты ерекшелігі популизмнен саналы түрде бойын аулақ ұстауы. Ол орындалмайтын, көңілге ғана жағатын жалған уәделерді таратпайды, өз сөзге әуес емес. Сондықтан оның басқару мәнері дәстүрлі азиялық немесе посткеңестік саяси стилден өзгеше. Мүлде бөлек қалыптасқан. Президенттің 3 айрықша қасиеті бар. Біріншісі жүйелілік. Бір міндет айтылса, ол міндет түрде мемлекеттік құжаттарға еніп, бюджеттен қаржы бөлініп, нақты реформа түрінде іске асады. Екіншісі нақтылық. Тоқаев орындалмайтын құрғақ уәдені айтпайды. Әр сөзі өлшенген, әр шешімі есептелген. Үшіншісі жауапкершілік. Ол өз миссиясын уақытша саяси ұпай жинаудан емес, ұзақ мерзімге жарайтын берік мемлекеттік негіз қалыптастырудан көреді. Әлем мұндай басқару моделін технократиялық лидерлік деп айтады. Бұл қысқа мерзімді саяси тиімділікті емес, ұзақ мерзімді институционалдық реформаларды көздейтін көшбасшылық. Соңғы 2 жылда Қазақстан үшін заңдылық пен әділдік тақырыбы айрықша мәнге ие болды. Қоғамның әлеуметтік үміті өсті, ал мемлекеттік жүйе бұл сұранысқа жауап бере бастады. Осы кезеңнің өзінде бірнеше маңызды бағыт айқындалды.
Біріншіден, прокуратураның күшеюі және тергеулердегі дербес жауапкершіліктің артуы. Мұның ең айқын үлгісі әскери қызметте қаза тапқан сарбаздардың аналары көтерген мәселе. Мемлекет бұл дауды елеусіз қалдыра алмады, нақты қадамдарға көшті. Екіншіден, қылмыстық заңнаманы жаңарту. Балаларды қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күресу, қайталанатын қылмыстарға қатаң шара қолдану 2025 жылға өзгерістердің өзегіне айналды. Үшіншіден, мемлекеттік органдардың ашықтығын арттыру. Ашық дерек қорлар, цифрлық бақылау жүйелері, онлайн есеп беру механизмдері енгізіліп, қоғамның билікке деген сенімі арта түсті. Төртіншіден, президенттің қоғамдық ұстанымы айқын көрінді. Тоқаев үнемі мемлекет қиындықты жасыру үшін емес, азаматтың мәселесін шешу үшін жұмыс істеу керек деп келеді. Оның түсінігінде мемлекет бюрократиялық тетіктің жиынтығы емес, халыққа қызмет көрсететін тірек болуы керек. Бүгін қабылданып жатқан шешімдерден де соны аңғаруға болады. Қарап отырсам, бұл жыл расында көп нәрсенің шынайы бағасын ашып берген сияқты. Президенттің мақсаты көпке жағу емес. Ол ең әуелі өз мойнына алған міндетті орындауды басты парыз санайды. Әдемі көрінетін, бірақ орындалмайтын жеңіл-желпі уәделерді айтпайды. Оның сөзі уақыт, жүйелілік және нақты жауапкершілік талап ететін тапсырмалар. Сондықтан да халық оны сөзінің адамы деп атайды. Бірақ ең әділ төрелік өздеріңізден. Өзгерістерді шынымен байқап жүрсіз бе? Реформалар күнделікті өміріңізге әсер ете бастады ма? Мемлекеттік шешімдерге деген сенім аз да болса артып келе ме? Ойыңыз болса, пікіріңізді қалдырыңыз және Жас Вайб арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Бұл жерде мен еліміздің бүгінгі тынысын әрі отбасына әсер ететін өзгерістерді қарапайым да түсінікті тілмен жеткіземін. Келесі кездескенше.